Саламатсыздар ма балалар? Мен Аппазоловпан Абдықадырқызы, нөмірі 53-ші Романов атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Балалар, алдарында көрсетілген суреттен не айта аламыз? Бұл не? Иә, жарайсыңдар балалар, дұрыс таптық. Бұл ақ боз ат. Демек, біз бүгін Оралхан Бөкейдің тортай мінер ақ боз ат әңгімесімен танысатын боламыз. Бөлім тақырыбы мен балаң жарық күнде сәуле қуған. Өздеріне алдарындағы суретте өздеріне мәлім Оралхан Бөкей және оның тортай мінер ақ боз ат әңгімесі. Сабақтың мақсаты білімділік. Оралхан Бөкей өмірін айта отырып, шығармашылығына тоқталу, тортай мінер ақ боз ат әңгімесімен танысу. Әңгіменің тақырыбы мен негізгі ойы туралы өз беттерімен және топпен білім алуға үйрету, оқушылардың білім дағдысын қалыптастыру. Дамытушылық. Оқушылардың ой-өрісін, танымдық қасиетін дамыту, өз ойларын айта білуге, өзіндік қорытынды жасай білуге дағдыландыру. Шығармашылыққа баулу, көркем шығармаға қызығушылығын дамыту. Тәрбиелік. Адал достыққа, сыйластыққа, жанашырлыққа, қамқорлыққа тәрбиелеу, елжандылыққа, жержандылыққа, елін, жерін сүюге, кітаптың қасиетін бағалауға тәрбиелеу. Балалар, Оралхан Бөкейдің қысқаша өмірбаянымен танысып өтейік, мұқият болыңдар. Алдағы уақытта тапсырмалар болады. Оралхан Бөкей 1943 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Қатын-Қарағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келді. Найман тайпасы Көкжарлы Қаратай руынан шыққан. Ол 1961 жылы Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Шыңғыстай орта мектебін бітірген соң аға пионер вожатый және Алтай совхозында тракторшы болып жұмыс істеген. 1963-69 жылдары Оралхан Бөкей Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде сырттай оқыды. 1965-68 жылдары ол Большинарм ауданының еңбек туы газетінде корректор, аудармашы, редактордың орынбасары, Шығыс Қазақстан облысының коммунизм туы Дидар газетінде әдеби қызметкер болды. 1974-83 жылдары Оралхан Бөкей Жұлдыз журналының проза бөлімінің меңгерушісі, 1983 және 91 жылдары Қазақ әдебиеті газетінде редактордың орынбасары, 91-93 жылдары бас редактор болды. Оралхан Бөкей 1993 жылы 17 мамырда Үндістан жерінде Делиде қайтыс болды. Бұл дүниеде бір тұтар жалғыз ақ нәрсем бар. Ол кітап, деді Тортай. Кітап ғылым, тілсіз мұғалім, кітаппен дос бол. Кітаптың жомарт беттері көзіңді ашар. Адал дос одан жоқ тегі. Расул Хамзат. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Кітаптың адам өмірі, мінезі үшін қандай маңызы бар? Иә, жарайсыңдар балалар. Кітап адам өміріндегі ең баға жетпес, тәрбие беретін, білім беретін баға жетпес құрал болып табылады. Балалар, тортай мінер ақ боз ат әңгімесінің қысқаша мазмұнына тоқтала өтейік. Әңгімеде Тортайдың бастан кешкендері, соғыстан кейінгі қайғы қасіреттері баяндалған. Мысалы, Тортайдың әжесімен ауылға қоныс аударуы, балаларының Тортайға сіңісуі, әкесінің қаза табуы, өзінің балалық армандары кімінде болмасын құлағының құрышын қандырары анық. Шығарма кейіпкерлері Тортай әке-шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін 14 жастағы бозбала, қой аузынан шөп алмас жуас,
Құлағының сәл мүкісі бар болғанымен, балалардың арасында білгіш және басқалардың ерекшелігі бас алмай кітап оқи беретін. Тортай ойынан ертегілер шығарып, балаларға айтып береді. Соны балалар ұмытпай, кейін өз балаларына айтып береді. Фермердің баласы бақуатпын деп, мұның көкке жүрмейтін, басқа балалармен өзін тең көретін қамқор, адал дос. Балалар Тортайдың сол ауылға сіңісіп кетуіне көмек берген кеңпейіл достар. Балалар, қазір сендермен ойын ойнайық, сандар сыр шертеді. Алдарында көрсетілген жылдар бойынша Оралхан Бөкейдің өміріне қатысты жаңалықтарды табатын боламыз. 1943 жылы Оралхан Бөкейге қандай қатысы бар? 1943 жылы. Жақсы, ашайық. 1943 жылы 28 қыркүйекте Қатон-Қарағай ауданында дүниеге келген. Жарайсыңдар. 1961 жылы қандай өзгеріс болды? Қанекей, ашайық. 1961 жылы Шыңғыстайдағы Сұлтан Махмұд Торайғыров атындағы орта мектепте пионерлік вожатый, кейінірек Алтай совхозында тракторшы болып жұмыс істеді. Жарайсыңдар балалар. 1963 және де 69 жылдары қандай жаңалықтар болған еді? Қанекей, ашықташып көрелік. 1963-69 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетіне сырттай оқуға түседі де, оны 1969 жылы тәмамдап шығады. Жарайсыңдар балалар. 1968 жылы қандай жаңалық болған еді? Ашайық. 1968 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін сырттай бітірді. Большинарым ауданындағы Еңбек туы газеті мен Шығыс Қазақстан облысының Коммунизм туы газетінің редакцияларында жұмыс істеді. Керемет балалар, жарайсыңдар. 1970 жылы қандай жаңалық болған еді? Наурызда Алматыда басылып шыққан оның Қамшы кер атты повестер мен әңгімелердің бірінші жинағы жаңадан бастаған жазушыны танымал етті. Жақсы балалар, жарайсыңдар. 1974-83 жылдары қандай өзгерістер болды? Қанекей, ашамыз. 1974-83 жылдары Жұлдыз журналы проза бөлімінің меңгерушісі әрі редколлегия мүшесі болған. 1993 жылы несімен есімізде қалды? Ашайық. 1993 жылы мамырда шығармашылық іс-сапар кезінде Үндістанда қайтыс болған. Балалар, алдарында Оралхан Бөкейдің шығармалары Кербұғы, Атау Кере, Қарғысы, Человек-Олен, Құлыным менің, Өнерге гүлдердегі ғашық едім, Біздің жақта қыс ұзақ, және де тағы да басқа шығармалары бар. Мына екі суретке сер салып қарайтын болсақ, бірінші суретте әкесі мен анасы, жиені, қарындастары және Оралханның өзі. Екінші суретте Оралхан балалары Айхан мен Айжан және жазушы Әлібек Асқаров. Сергіту сәті. Балалар, есімде жаттығуы деген ойын ойнайық. Мақсаты оқушылардың көңіл-күйін көтеру, бір-бірімен жағымды қарым-қатынастықты туғызу. Уақыты 3 минут. Нұсқау: қатысушылар өз есімдерін айтады және өзін бейнелейтін 3 сын есім айтады. Кәнекей, бәріміз ат салсайық.
Жарайсыңдар балалар, керемет. Балалар, Оралхан Бөкей туралы не айта аламыз? Жалпы Оралхан Бөкей кім екен? Айта кетейікші. Я, жақсы жауаптар. Оралхан Бөкей жазушы, драматург, журналист, сөз зергері, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Жұлдыз журналында бөлім меңгеруші және де аудармашы. Жарайсыңдар балалар, барлығын керемет таптыңдар. Керемет атсалысып отырмыз. Балалар, жаңа сабақты бекіту. Әңгіменің аталуы Тортай мен Ақбозат. Авторы Оралхан Бөкей. Тақырыбы жетім өмірі. Идеясы жас бозбаланың биік арманының соғыс салдарынан орындалмай қалуы. Кейіпкерлер: Тортай, фермер баласы, қай кезеңді суреттейді? Соғыстан кейінгі жылдарды. Әңгіме немен аяқталады? Тортай арманына жете алмады. Балалар, инсерт кестесін толтыру арқылы не білемін, нені білдім және де нені білгім келеді деген сұрақтарға жауап береміз. Бағалау, ортақ бағалау парақ арқылы қойылады. Балалар, еге тапсырма. Менің асқақ арманым бақытты балалық шақ, табиғат алтын бесік деген осы 3 тақырып бойынша 3 тақырыпты алып, қалаған тақырыпқа шағын көлемді эссе жазып келеміз. Рефлексия. Сабақтан қандай әсер алдыңдар? Смайлик арқылы жібереміз. Сабақ аяқталды балалар. Осымен назар аударғандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.